Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге еттің нанын өзінің сорпасына илейтін әдісті ұсынатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. 2 ожау сорпамызды толтырып алып, ыдысымызға құямыз. Шамамен 250 граммдай шығады менде. Ыстық сорпаға жарты ас қасық тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде сорпаның суын күтеміз. Ыстықта илеуге болмайды қамырды. Електен өткізілген ұнымымызға жұмыртқамызды қосамыз. Менде кішкентай болғандықтан 3 қосып жатырмын. Негізінде 2 жұмыртқа жарайды. Толық құрам бөліктерін төмендегі описание бөліміне жазып қалдырамын. Суып тұрған сорпамыздың барлығын бірден құйып жіберіп, қамыр илейтін боламыз. Бұл жерде ескеретін жайт сорпаны бірден құйып жіберу. Содан кейін қамырымызды жаймен илей бастаймыз. Бастапқыда сорпаңыз жеткіліксіз болып көрінуі мүмкін, бірақ та ешқандай сорпа қосудың қажеті жоқ. Қамырды толықтай июін қанғанша қолымызбен илейтін боламыз. Әдейі видеоны өткізбей көрсетіп жатырмын сіздерге түсінікті болу үшін. Барлық бөліктерін біріктіріп, осындай қамыр икемге келгеннен кейін осындай силиконды ковригімізға не істейміз? Илеуді жалғастырамыз. Сорпаға иленген қамыр біріншіден өте дәмді болып шығады, екіншіден жыртылмайды, езілмейді. Сіздерге осы бойынша пісіріп көруді кеңес беремін. Енді осы қамырымызды 15 минут көлемінде қалдыратын боламыз. 15 минут қамырымыз тұрды. Енді осыны жақсылап тағы да бір илеп жіберіп, теңде 2 бөлікке бөлеміз. Жақсылап әп-әдемі дөп-дөңгелек пішінге келтіріп, 2 жуалы қамыр жасаймыз. Мінекей дәл көріп тұрғандарыңыздай. Сонымен біздің еттің наны дайын болды. Достар, егер менің видеом сіздерге ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Замира. Келесі кездескенше сау болыңыздар.